Біз хандар мен батырлардың ұрпағымыз. Біз сондықтан да анау-мынау жұмыс істегіміз келмейді. Біз шыны керек вообще жұмыс істегіміз келмейді. Біз жұмыста жүріп жұмысым бар етіп сұранып кететін халықпыз ғой. Көшеде любой қазақ көріп қалсаң, жай жүрмейді. Не істеп жүрсің десе, бір жұмыстармен жүрмін дейді. Мына жұмыс дегеннен шығады. Жақында мына бір Қытай еліне барып, Европадағы кейбір өзіміздің қандас бауырларымызбен концерт қойып кездесіп қайтқанда, сонда мына Қытайда енді мен таң қалдым еді. Миллиардтан асқан халық немен күн көріп жатыр? Бұлар не істеп жатыр деп көргім келді енді. Телевизорларын қосып жаңа. Сөйтсем Қытайдың телевизиясы қызық екен, бірақ біздің журналистер мен дикторлардың дауыстары жақсы екен ғой. Телеканал қосып қалсаң, бізде кәдімгідей әдемі. Кеше Қазақстан Республикасының премьер-министрі Польша мемлекетінің премьер-министрімен кездесіп, екі ел арасындағы қарым-қатынасты сондай бір әдем. Олардың каналын қосып қалсаң, тағы басқаны қосқан, бір қылғынып атырған біреу бар ғой. Бірақ ана мемлекетте қылғынбасаң өмір сүре алмайтын секілдісің бар ғой. Ол Қытай таңғы сағат 5-тен түнгі сағат 11-ге дейін жұмыс істейтін халық екен ғой. Bir каналдан бір бағдарлама көрсетіп жатыр, заводтың ішін көрсетіп жатыр. Қытай қатар-қатар отырып алған, алдарынан бір лента жүріп жатыр. Не шықса да Қытайдан шығады ғой жаңа. Ана жұмыстары мынандай. Лента жүріп жатыр. Біз жазып жүрген ручканың ішіндегі пасты, соны алып, басына жазатын кішкентай темірін кигізіп отыр. Чук, машина секілді бар ғой. Таңғы 5-тен 11-ге дейін тук. Мен ойладым да, мына жұмысты біздің қазақ істейтін болса қалай болады екен деймін де жаңа. Тук, шай ішіп алайық, ай. Тук, кешеден қалған ет бар еді, жеп алайық. Қош қалған ертең істеріміз деген сияқты. Аналар таңғы 5-тен 11-ге дейін тапжылмай отыра береді екен жаңағыдай. Сонда менің айтайын деген қасына бір журналист келді де сұрақ қойып жатыр. Сізге жұмысыңыз ұнай ма деді. Ана Қытай ойланбастан бірден жауап берді. Маған жұмысым ұнайды деді. Осындай интонациямен айтты. Деп жатыр деді. Маған жұмысым ұнайды, мен үкіметке алғысымды айтамын. Маған осындай жұмыс тауып берген еді. Қараңыздар. Бір Қытай көше сыпырып жүр. Содан барып сұрап жатыр. Сізге жұмысыңыз ұнай ма деді. Сөйтсе ана Қытай айтады, мен жұмысымнан ләззат аламын дейді. Күніне 2 гектар жер сыпырамын. Қаншама турист келеді, таза жермен жүріп жатады, мен соған рахаттанамын дейді. Ана жерде бір Қытай шөп жұлып отыр. Анан түрін көрсең шөп жұлып отқан сияқты емес. Бір департамент басқарып отырған секілді бар ғой. Көңілге керемет, жана деп отыр. Мен сосын ойладым, осы сұрақты біздің қазақтарға қойсақ қалай болады екен деп. Сен қазір көше сыпырып жүрген бір қазақ бауырымыздың қасына барып, осы сұрақты қойып көрші. Саған жұмысың ұнай ма деші? Ол сен бетіңе бүйтіп қарап тұрып, кішкене бас істейтін адам ба екен бұлай? Қолындағы сыпырғышты өзіңе ұстатады да, мә сыпыр ұнаса. Немен жеті ерігіп жүрдейсің бе? Жұмыс жоқ болғасын жүр мен. Осындай сұрақ бола ма екен деп өзің ұрсып береді. Қазір гардеробта отырған бір апамыз бар. Апа сізге жұмысыңыз ұнай ма десе, керек еді сомаған жұрттың киімін әрбір тасып. Не осыны жұмыс істеп тұрсың ба дейді. Жақсы, оны жұмыс деп есептемейді екенбіз. Мен тіпті кейбір ағаларымыздан сұрадым ғой. Креслода отыратын ағаларымыздан. Аға сізге жұмысыңыз ұнай ма десем, ол кісі айтады. Қалай ұнай ма? Бұлай болады енді. Мен бұл жерде уақытша отырмын негізі дейді. Қалай уақытша десем? Қазір ана жақта жігіттер сөйлесіп жатыр, вопростар шешілсе, скоро ауысам сол жаққа дейді. Мен айтам, біреулеріміз уақытша отыр, біреулерімізге жұмыс ұнамайды, сонда біз қашан дамимыз деймін. Біз өз қазақ галстук таққан жерде жұмыс істеген жақсы көреміз. 0,5 болса да акиматта жүре берсек болды бізге бар ғой. Біз өз креслоны жақсы көреді екенбіз. Мен ойлаймын, біз қазаққа 17 миллион кресло сатып алу керек ау деймін. Отырыңдаршы, пожалуйста, бәріңде ұштып. Тек жұмыстарыңды істеңдер, сол креслоны қумай, пожалуйста. Мен бірақ неге айтып жатырмын? Өйткені мен өз басым, сіздер көрген шығарсыздар. Мен өз басым мына холодильник, телевизор жөндейтін жерде қазақтардың жұмыс істеп жатқанын көрмейді екенмін. Сағат жөндейтін жерде қазақ жұмыс істеп жатқанын көрмейді екенмін. Ана эстоның ішінде электроника жағынан қазақ жұмыс істеп жатқанын көрмейді. Мына светтерді қондырып, LED экрандарын қосып жүретін жерден біздікілерді көрмейді екенбіз. Біздікілер қайда? Біздікілер акиматта. Бірақ біз болған күннің өзінде де сол жерде қазақ отыр. Сенбейміз ғой біз. Біз қазаққа сенбейміз. Анақа телевизор жөндейтін жерде холодильник жөндейді. Қазақ отырсыншы. Холодильникті алып келесің. Қазақты көріп түрің өзгеріп кетеді сразу же. Мынау бірдеңе біле ме екен дейді? Әбден үйреніп қалғанбыз ғой, Михаил, Сергейлерге үйреніп қалғанбыз. Қазаққа сенбейміз ғой жаңағы. Тергейміз оны отырып алып. Сен қашаннан бері істеп жатсың бұл жерде? Бірдеңе білесің бе әйтеуір ойынан? Холодильник астын жауып білесің бе деген сияқты. Ана эстоға апарамыз машинамызды. Мына жігіттер жағы білетін шығар. Машинамызды алып барамыз, сол жерде Михаил, Сергей, Пашалар істеп жатса, сенеміз дымымыз қалды. Машинаны сол алып берген секілді бар ғой кәдімгі. Келесің спокойно, уверенно, ана орысты көрсең қуанып кетесің кәдімгі бар ғой. Там посмотри, Паша, там что-то капает дейсің. Анау өзінше ауыз салбырап кеткен, аузына темекісі бар жаңағы. Что-то капает, да. Ну оставь машину, через 10 дней заберешь. Посмотрим, если запчасти нету, в Алмату будем заказывать, если в Алмате нету, в Японию будем заказывать. Сен қасында тұрасың, жалтақ. А если Японии нету, куда будешь заказывать деп жаңағы. Ну оставь машину, оставь дейді. Кәдімгі сенесің бар ғой. Кілтімен қосып машинаны тастап кетесің соған бар ғой. Сол эстода қазақ тұрса неге зәреміз шот деймін де. Қазақты көресің, түрі өзгеріп кетеді уже. Бауырымын жерде сенен басқа біреу бар ма? Жоқ, мен десе уже кілтті қалтаға салып жатыр.
Астына бір май ағып тұрады, қарап жүресің дейсің. Анау келіп машинаңды қарап жүреді, сен қазақты қарап жүресің дейді. Анау машинаның ішіне кірсе бірге кіресің, астына түссе бірге түсесің. Жоқ бірдеңен бұрап алама, бірдеңен жуып алама демей таңғалам бір. Қазаққа сенбейтін заманға болып қалды. Қазір біреу асхана ашады, қазақский кухня десе, одан адам көрмейсіз. Өзбекский кухня, турецкий кухня толып отырамыз. Біреу шаш таразады, бір қазақ, оған ешкім бармай, турецкий шаш таразы, орыстардың шаш таразында толып отырамыз. Жақында мына түріктер шаш таразы толтырып ашып қойған бүкіл жерде. Бәріміз соған барып жатыр. 5000 теңгеге шаш алдырамыз ғой. Басында 5000 тал шаш жоқ, бірақ 5000 теңгеге шаш алдырамыз. Мен бардым, осы жұрт неге барады екен, осы 5000 теңгесін төлеп неге қиып барады деп барсам, сервис екен енді. Жаңа коласын береді, шайын береді, кофесін береді, жаңа массаж істеп жатады басыңа, біз соған деп қиды, шашыма гель жағып берді. Айнаға қарағанда жақсы еді, үйге барып едім, шашын жуып қарасам, деп шыға келді жаңағы. Үйдің қасында 500 теңгеге өзіміздің қазаққа барып дұрыстатып алдым. Қазақтың қолынан жұмыс келмейді емес, қазақтың қолынан барлығы келеді. Жаңа орыс айтты ма, 10 күн тастап кетті, 10 күннен алып қазаққа апарып берші, машинаңды сол уақытта шығарып береді, машинаңды сыммен байлап болса да бар ғой жаңа. Солай үйренеміз, бір-бірімізге сенбесек. Мысалы деймін. Біреу бизнес аша ма, біреу жаңа не айта ма, сенуіміз керек. Қазақтың қолынан келмейтін іс жоқ, қазақтың қолынан барлығы келеді. Біз әлемде единственный халықпыз ғой. Диплом басқа, жұмыс басқа істей береміз біз. Тек қазақ қана айтады, тек жұмысқа кіргізіп жіберші, көрсетіп жіберші, өзім ары қарай істей беремін дейді. Бізге диплом керек жоқ, біз көріп алсақ болды, істей береміз біз. Біз текті халықпыз ғой, біз тектілігіміз соншалықты, мына жақында Қытайда әлем чемпионат өткен. Бой без правиладан. Сонда екі қазақ тарихта бірінші рет финалға шығып тұр ғой. Біреуді Қытайдың қазақ, біреу Қазақстан қазақ. Бұрын соңды бір-бірін көрмеген, бұрын соңды бір-бірін білмеген. Рингке есімдерін хабарлаған кезде екеуі бір-бірін қазақ екенін білген. Сонда не істейді? Судья сықырады, екеуі келеді, бір-біріне қол көтермейді, құшақтасады, қайтадан орындарына кетіп қалады. Қайтадан сықырады, екеуі келеді, әңгімесін айтады, өйтіп, бүйтіп, қайтадан орнына. Үшінші рет сықырады, екеуі келмейді бір-біріне. Не істейді? Қызыл карточка берген, екеуін ойыннан шығарып жіберген, үшінші орында тұрған адам автоматически бірінші орын алып кеткен. Сонда қанымыз бір деп бір-біріне қол көтермегенде, екеуміздің қанымыз бір. Бүкіл әлемге үлгі болып отырды. Миллиондаған ақшаны ысырып тастап, медальді ысырып тастап, бүкіл әлемге үлгі болып сабақ көрсетіп отыр. Екі қазақ төбелесетін жерде төбелеспей тұр ғой. Біз төбелеспейтін жерде төбелесіп жатамыз ғой. Қазір кешкілікте ночной кафеге барсаң, қазақтар бір-бірінің жағасын алып жатқан, басқа ұлттың бір-бірімен төбелесіп жатқан көрмейсің. Тек қазақтар білмеймін не жетпейтінін. Ютубта ашып қалсаң, қазақтың қыздары бір-біріне шашын түсіріп төбелесіп жатырған. Екі машина жолда кездесіп қалса, бір-біріне жол беру жоқ бізде. Екеуі ат жоқ, мен прав, екеуі жағасын алып төбелесіп жатады. Біз бір-бірімізге қол көтеретін болсақ, біз бір-бірімізге жаңағыдай сенбейтін болсақ, біз ел болмаймыз ағай. Біз қанымыз мықты халықпыз ғой. Осымыздан айырылмайықшы ағайын.